Болат Назарбаев, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі. Одан 13 жылға кіші. Кәсіпкер Болат Назарбаевтың өмірі жұртшылық арасында үнемі үлкен қызығушылық тудырып келеді. СРО тұрағанға дейін Болат Назарбаев совхозда жұмыс жасаған болатын. Ағам совхозда жұмысшы сантехник болып жұмыс істейді. 3 баласы бар, әйелі асханада жұмыс істейді. Деп алдында КСРО кезінде Нұрсұлтан Назарбаев журналистерге айтқан болатын. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін тұңғыш президенттің інісі шетелде қымбат активтер мен сәнді жылжымайтын мүлікке ие болды. 2019 жылы жас ұлының құрметіне далада мереке ұйымдастырып, ат бәйгесін, әнші, палуандардың өнерін көрсетіп тегін ас берді. Онда кіші Назарбаев қонақтарға доллар купюрасын таратты. Оның отбасы мерекеге тік ұшақпен келді. Оларды күзетшілер мен полицейлер шатырдағы құрметті орынға алып барды. Арнайы жасақ оның жас серігін және қасындағыларды банкет бойы күзетіп отырды. 1989 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақ КСР-ін басқарғанда інісі өзі туған Шамалған ауылының іргесіндегі Қаскелең қаласындағы наубайхана директорының орынбасары болып жұмыс істеді. 1989 жылы ұсақ мал терісін сату бағытында кәсіпкерлік қызметін бастады. Болат Назарбаевтың ағасы Нұрсұлтан тәуелсіз Қазақстанның президенті болған жылдары нақты не істегені белгісіз. Бірақ 1992-1997 жылдар аралығында Іңкәр Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі вице-президенті қызметін атқарды. 1997 жылы ол қазіргі уақытта өзі басқарған BN Invest холдингінің негізін қалады. Танымал тележүргізуші Гүлмира Нәлібай Болат Назарбаевтан сұхбат алғанда, ол ағасының арқасында көтерілгенін жоққа шығарды. Өмірде қиын сәттер болды, барлығы ағам көмектеседі деп ойлайды. Одан ешқашан жұмыс сұраған емеспін, ешқашан өзіме қандай да бір лауазым сұраған емеспін. Бәріне өзім жеттім, ешқашан ағама ауыртпалық салған емеспін деген еді ол. Оның қарамағында Барыс автобазары, Алтын Орда базары, Роза Бакиев атындағы көтерме дүкен, Алматыдағы Никольский базары, Алматы облысындағы автовокзал және кен өндіруші шаруашылықтар болды деп болжанады. Түрлі ақпарат құралдары Қазақстан-Қытай шекарасындағы тауар ағынын Болат Назарбаевтың бақылауында екенін жылдар бойы жазып жүр. KZ.Эксперт басылымы 2019 жылы тұңғыш президенттің ағасы Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығын де-факто бақылайды деп атап өтті. Бұл ақпаратқа тәуелсіз растау жоқ. 2000 жылы Болат Назарбаев Қазақмыс корпорациясының директорлар кеңесінің мүшесі болды. Дегенмен Назарбаевтың есімі Қазақмыстың шешім қабылдаушы басшыларының тізімінде ұзақ сақталмады. Көп ұзамай ол жоғалып кетті. 2014 жылдың қыркүйегінде Назарбаевтың есімі Қазақмыстың қожайыны Владимир Кинге қатысты бар РБК коммерциялық банкінің акционерлерінің тізімінде пайда болды. Биржа сайтында Болат Назарбаев 7,83% акциясының иесі ретінде жарияланған. Одан кейінгі айларда Назарбаев банктың есеп беруіне қатысқан жоқ. 2016 жылы Назарбаев салиқалы ұрпақ қайырымдылық ұйымын құрды. Оның негізгі мақсаты халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарын қолдау болып табылады. 2023 жылдың басында Маңғыстау және Жамбыл облыстарында Болат Назарбаевтың еншілес компанияларына тиесілі 300 гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылды. 2022 жылдың шілдесінде бақ Болат Назарбаевқа ауруханадан алынған пневмония, тромбоз және қант диабетімен асқынған көмей обыры диагнозы қойылғанын жазды. 2023 жылдың 4 қарашасында бақ Болат Назарбаевтың ауыр халі туралы тағы да жазды. Екінші рет инфарктпен ауруханаға түскені, жағдайы ауыр әрі тұрақсыз екені айтылды. 2023 жылдың 13 қарашасында 70 жасында жүрек жұмысының тоқтауы, яғни асистолиядан қайтыс болды деген хабар тарады.